Қазақ халқында қасиетті киелі ұғымының қалыптасуы жайлы Шоқан Уәлиханов қазақтардағы шамандықтың қалдықтары мақаласында табиғат пен жаратылыстың барлық тосын құбылыстары көрініс берген жерлерді қасиетті деп санайды. Құлан түстегі сыңарланып өскен ағаш болсын, немесе бұтақтары таңғажайып формадағы өсімдіктер болсын, олардың тұрған жері қасиетті деп саналады дейді. Онда әрі қазақтар киеге үлкен мән береді. Ондай киелі жердің бірі туған өлкеміздегі Ақтайлақ соры. Ақтайлақ Ақмола облысы Қорғалжын ауданындағы тұзды тұйық көл. Өркендеу ауылының батысында 16 километр жерде орналасқан. Теңіз деңгейінен 3,7 метр биіктікте жатыр. Ұзындығы 7,9 километр, ені 2,3 километр, тереңдігі 2 метрге жуық, аумағы 12,4 километр квадрат. Су жиналатын алабы 58,9 километр квадрат. Еріген қар жер асты суымен толысады. Жағалауы батпақты, көлге Қарасу өзені құяды. 2008 жылы Ақтайлақ көлі Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы аумағына енгізілді. Бұл көлдің атауының шығуы туралы ел арасында мынадай аңыз әңгіме тараған. Ақтайлақ атамыз 18 ғасырда өмір сүрген деседі. Атамыздың тегі Арғын, Мейрамсопы, Қуандық, Алтай, Байдалы, Бөрі. Бөріден Кәдірмамбет, Нар, Босай, Күшік, Салпы. Бұл ағайындылардың күшіктен басқасында ұрпақ баршылық. Күшікте тек 3 қыз бала болады. Қазақтың өте ерте заманнан ұйымшылдыққа, бірлікке, бітімгерлікке, үлкенді сыйлауға тәрбиелейтін бір қымбатты, асыл төзімді қажет ететін мұрасы бар. Ол үлкен ағаларының перзенті жоқ болса, інісінің жаңа туған баласын бауырына салады. Мұндағы басты мақсат үлкенді құрмет тұтып, сыйлаудың белгісі, ағайын арасында татулықты арттыру, абысын арасында түсініспеушілікке жол бермеу, онымен бірге үлкендердің сүйіспеншілігін, рақымшылдығын арттыру, қамқорлығына сенімі кішілердің ие болуы. Міне осындай әдет-ғұрыпты аттамау үшін Салпы атамыз ағасы Күшіктің бауырына баласы Ақтайлақты тәрбиелеуге сеніп берген. Ақтайлақты тәрбиелеп жеткізген бабамыз Күшік. Ақтайлақ өз туғандарының арасында ширақ, ақылды, үлкен сабыр иесі, ғылым меңгерген, ақылға тоқтамды, аталық дәстүрге, ата салтына өте берік болған. Халқын, жерін, елін жоғары бағалап, оны өз заманында қорғайда, сақтайда, өмірге пайдалана білген абзал адам деседі. Осында парасаттылығының, ақыл санасының терең иесі болғандықтан бұл атамызға 17 000 жылқы біткен. Ол жылқыларын тебінге айдарда және жазғы тұрым жайлауға келгенде түгендейді екен. Түгендеген кезде үлкен сайдың ішіне барлық жылқыларын жинатады да, сай толған кезде жылқыларының түгел екенін білген. Ақтайлақ атамыз осында байлығымен еліне ат және ас іздетпеген жомарт, мырза, ақылға бай адам болған деседі. Ол кісі тек өз аймағындағымен шектелмей, сол замандағы қазақтың зиялы адамдарымен де және сол заманның патшасы Абылаймен де өте тығыз түсінікте байланыста болып, қарым-қатынас жасасқан. Абылай хан сайланбай тұрған кезде атамыз Абылайды Сұлтанкелді көлінің басында қарсы алып қонақ еткен. Бұл уақытта Абылайда сұлтан атағы болған. Міне осының негізінде көлге қойылған ат та осыған байланысты болуы әбден ықтимал. Бұл сұлтан келгенде тек қонақ болып кетпесе керек. Ол кісінің бір үлкен тойға осы көлдің басында ұласқанға ұқсайды. Сондықтан көлге берілген ат негізіне өте орынды ма деген ұғымдамын. Сол көлдің аты қазіргі кезде де Сұлтанкелді деп аталады. Бірде Абылай хан қалмақтарға қарсы жорыққа аттанарда Ақтайлақ атамыздан жауынгерлерге жылқы сұратады. Ақтайлақ сөзге келместен ханға осы жолы 500 көк ала жалы бір жағына жығылған атты жауының көзін алдарсың, үрей туғызарсың деп, және 1000 торы аттарды ертоқым абзалы мен қару жарағы мен жауының артына түре соққа беру үшін пайдалан деп тарту еткен деседі. Абылай хан бабамыздың сыйлығын қабылдап тұрып, атамызға осы жорықтың бас олжасы сіздікі деп уәде етеді. Жорығы табысты болып, атамызға Қалмақ ханның қызын тарту етіпті. Бұл анамыздан Жалаңтөс деген атамыз туған. Ол кісіден қазірге бірнеше ұрпақтар баршылық. Ақтайлақ бабамыз өмірінің соңында сол өңірде қайтыс болады.
Өз заманда Абылай ханмен замандас болған атамыздың жомарттылығы бүкіл қазақ даласына мәлім болған. Қайтыс болғаннан соң ел жұрты атамызды көл жағасына жерлеп, арабша жазумен тас орнатып мазар соғады. Уақыт өте келе көл тұзды көлге айналып, сор батпаққа айналады. Кейін ол жерді халық Ақтайлақ соры деп атаған. Атамыздың еліне деген қамқорлығы қайтыс болғаннан соң да жалғасын тапты. Оған дәлел ретінде Ақтайлақ сорына дертке дауа іздегендер тұзды көлге түсіп, балшық ваннасын қабылдап, ауруларына ем тауып, атамыздың қорымының басына барып, дұға бағыштап, ізеттілігін білдіріп кетеді. Тұзды көлдердің емдік қасиеті ғасырлар бойы жинақталған өмірлік тәжірибенің нәтижесінде дәлелденген. Тұз бен тұзды көлдер қазақ халқының таным түсінігіне киелі, қасиетті деп қабылданады. Халық жадында тұзға қатысты астың дәмін келтірер тұз әулие, елдің сәнін келтірер қыз әулие. Досы жоқ адам, тұзы жоқ тағам, ет бұзылса тұз себеді, тұз бұзылса не себеді деген мақалдардың сақталып, кең таралуы тұзды кие тұтудан болуы керек. Екіншіден, тұзды көлдер мен сорлар ас тұзын өндірудің көзі, кені ретінде. Үшіншіден, тұзды көлдер емдік шипалық қасиетімен киелі. Тұзды көлдер йодқа, тұзға, минералдарға, химиялық элементтерге бай болғандықтан денсаулыққа пайдасын қазіргі медицина нақтылап отыр. Тұзды көлдерге түсіп, балшық ваннасын қабылдау үшін бұл жерге Қазақстанның түкпір-түкпірінен келеді. Дәрігерлер Ақтайлақ сорына шомылу буын ауруларына жақсы көмектеседі деп азды-көпті сеніммен айтады. Кей мамандар ревматизм, остеохондроз, тері аурулары, асқазан асты безі ауруларының 1001 ем деп аурулар тізімін кеңейтеді. Бірақ жоғары қан қысымы бар жандарға, инсульт, инфаркт ауруларына ұшырағандарға, бүйрек және бауыр ауруларына шалдыққандарға ескерту жасайды. Ақтайлақ көлі бүкіл Қорғалжын өңіріне даңқы көп жылдан бері мәлім. Шілде-тамыз айларында науқастар келіп тұзға, батпаққа түсіп емделеді. Осы жұмысымның аясында Ақтайлақ атамыздың зиратына бардым. Осы жердің киелі жер екенін көзбен көріп, жүрекпен сезіндім. Ақтайлақ атам өмір сүрген кездегі тұрмыс тіршілікті аяғымен басқан жерлерді басып, сол ғасырға түскендей сезімде болдым. Осы уақытқа дейін атамыздың тасы 3 рет үгітіліп жаңартылды. Соңғы рет 2004 жылы 2 шілдеде Сағындық Байұзақұлы жазушы ақын атамыздың бастамасымен орнатылды. Сондықтан тұзды көлдердің адам үшін пайдасы мен игілігін, қасиетін ескере отырып, рухани жаңғыру бағдарламасының аясында Қазақстанның қасиетті жерлерін географиясын зерттеуде тұз бен байланысты қалыптасқан жер-су атауларын жүйелеуді қажет етеді. Екіншіден, Қазақстанның қасиетті географиясына енгізілетін табиғи мұра ретінде тануға негіз бар. Сөз соңында дерттеріңізге ем іздесеңіздер, Қорғалжын ауданындағы Ақтайлақ сорына шілде-тамыз айларында келуге шақырамын. Бұл көлді болашақта қазіргі заман талабына сәйкес медициналық туризм орталығына айналдыруға толық мүмкіндік бар деп есептеймін.